Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызда үшбұрыштың теңсіздігіне байланысты есеп шығаруды жалғастырамыз. Алғашқы есебіміз КМП үшбұрышының қабырғаларын өсу ретімен орналастыр. Енді оқушылар, бұл жерде бізде қабырға туралы сөз болып тұр. Ал суретте бізде тек қана бұрыш берілген. Енді біз осы бұрыш арқылы қабырғаларды қалай анықтаймыз? Соған тоқталайық. Ол үшін келесідей мынандай бір теореманы қолданамыз. Үш бұрышта үлкен қабырғасына қарсы үлкен бұрыш жатады, және керісінше үлкен бұрышқа қарсы үлкен қабырға жатады. Енді бізге мынау қажет болады: үлкен бұрышқа қарсы үлкен қабырға жатады деген. Енді ең үлкен бұрышымыз бізде 80 градус болып тұр. Оған қарсы жатқан қабырға КП. Демек, ең үлкен қабырғамыз бізде КП. Біз оны былай теңіздік түрінде жазсақ болады. Ең үлкені бізде бұрыш М. Енді одан кейінгісі бізде бұрыш П болып тұр, 55 градус. Оған қарсы жатқан қабырға ол бізде КМ. Демек, мына бұрыш М үлкен бұрыш П-дан градустық өлшем бойынша. Жазатын болсақ, 80 градус үлкен болып тұр 55 градустан. Енді одан да кішісі бізде 45 градус. Оған қарсы жатқан қабырға ол бізде МП. Демек, мына жерден 55 градус дегеніміз ол 45-тен үлкен градус болып тұр. Дәл сол сияқты мына жерде бұрышмен жазатын болсақ, бұрыш К. Енді осы анықталғандар бойынша біз мына жерден қабырғалар жазайық. 80 градусқа қарсы жатқан қабырға ол бізде КП болды. КП қабырғасы ол үлкен, мына жерде одан кейінгісі бізде 55 градус. Оған қарсы жатқан қабырға КМ немесе МК деп жазсақ болады. Енді ең соңғы қабырғамыз бұрыш 45 градусқа қарсы жатқан, ол бізде МП. Бұл жазғанымыз оқушылар бізде қазір кему ретімен орналасты. Ең үлкені КП, одан кейін МК, одан кейін МП. Бізге керісінше өсу ретімен сұрап тұр. Ол кезде біз былай жазамыз. Керісінше мына жақтан бастап оңынан солға қарай жүреміз. Ең бірінші МП жазамыз. Ол кіші, одан кейін қабырғамыз бізде МК-дан. Ал МК кіші КП-дан. Міне оқушылар, өсу ретімен орналастырсақ, сонда ең бірінші МП болады, одан кейін МК, одан кейін КП қабырғасы болады екен. Үшбұрыштың теңсіздігіне берілген екінші есеп АБС үшбұрышының бұрыштарын кему ретімен орналастыр деп берілген. Енді суретке қарасаңыздар, бұл жерде тек қабырғаларының мәні берілген, ал бұрыштары белгісіз. Бұрыштарын анықтау үшін келесідей теореманы қолданамыз. Үш бұрышта үлкен қабырғасына қарсы үлкен бұрышы жатады, және керісінше үлкен бұрышқа қарсы үлкен қабырға жатады. Бізге керегі үлкен қабырғасына қарсы үлкен бұрышы жатады деген аралық болады. Енді мына үш бұрыштың ең үлкен қабырғасын табайық. Ол бізде 6,5. АС қабырғасы 6,5. Ал енді оған қарсы жатқан бұрыш ол бізде бұрыш Б. Ең үлкені бұл. Одан кейінгісі 5,6. Ол АБ қабырғасының өлшем бірлігі 5,6. Оған қарсы жатқан бұрыш бізде бұрыш С. Және де соңғы ол бізде БС қабырғасы ол 4 см. Енді оған қарсы жатқан бұрыш А. Енді бізден сұрайды, үш бұрыштың бұрыштарын кему ретімен орналастыр. Бұларды біз теңсіздік бойынша жазатын болсақ, ең үлкені ол бізде АС, ол үлкен АБ-дан. Және де АБ үлкен БС-дан. Дәл осылай бұрыштар жазатын болсақ, ең үлкен бұрышымыз бұрыш Б, үлкен бұрыш С-дан. Және де бұрыш С үлкен бұрыш А-дан.
яғни кем ретімен орналастырдық. Міне ең үлкені бұрыш Б болды, одан кейін бұрыш С болды және де одан кейін бұрыш А болды.